Салям, достар! Привет, друзья! Я опять подстриглась. Недавно я не могла выговорить слово суши Филадельфия, представляете? Вот. Как всегда будет на казахском, на русском. Очень актуальная тема про развод Турсынбек Хаватовой и Мөлдір Мухановой. И я вроде затрагивала тему развода до этого на своем канале, но из меня прет, я не могу уснуть. Я решила записать видео. Надеюсь, я все вопросы охвачу, как всегда, на казахском, на русском будет. Бір стюардесса бар ғой, блогер, сол айтады қазақта, бірақ ютубта здесь орысша жүргізеді да, сол маған ұнамайды, ал инстаграмды қазақша жүргізеді. И орысша вот акцент бар, да, и она говорит: я не считаю нужным, что я должна знать русский в совершенстве, потому что я казашка, дейді, да. И наличие акцента — это норм, типа. Сонымен деп ойлап жатырмын, менікі де сондай шығар. Бізде құдайдың қалауымен әйтеуір жұмыс таптым, Аллаға шүкір. Сол жұмыста бізде мұғалімдеріміз ғой енді. Сол талқыға салынып жатыр да енді. Қолымыз жалпы тие бермейді былай сөйлеп, не тамақ ішкен кезде балам болмаса. Сол кезде бір не әркім өзінің пікірмен бөліседі, сосын мен айтып жатырмын да: ой, бұның себебі неде жатыр ғой, тереңде жатыр да. Айтпауға да болатын еді, бірақ қандай не, менде айтпасам ернім ісіп кетеді, аллергия болып, или басым бәрі шишка болып кетеді. Енді онсыз да шығатын шығар, білмеймін. Спокойно айтуға тырысамын, постараюсь поспокойнее. И так у меня какая-то аллергия хроническая, что ли, происходит. Не знаю я, как его вылечить. Мне сказали, что там нужно пить какие-то БАДы, что ли, алоэ вера или что такое. И тогда я Но это тоже деньги, кстати. Там порошок один стоит 10, что ли, и комплекс 50 тысяч тенге примерно. Я думаю, что у меня это от питания тоже, нервы, переживания. А когда тебе за 40, ты уже, ты естественно, то, что, да, тем более не замужем, детей нет собственного жилья. Ну, этот арендный такой, я благодарна, но имеется в виду, который я купила, да. Я очень любитель интервью, знаете, да, я говорила, наверное. Если не знаете, я вот очень люблю интервью, подкасты, но сейчас их стало так много, что это, да, на это нужно время. Но я все равно стараюсь найти время и посмотреть тех людей, которые я считаю нужно посмотреть. Но иногда и те люди, которые ты не знаешь, они удивляют тебя с хорошей стороны, и ты думаешь: как же я не знала об этом человеке, да? Сосын орысша мен қазақшаның сұхбаттарының ерекшелігі бар негізінде. Өйткені қазақ менталитеті, қазақ идеологиясы бәрі басқаша. Былай неге ұлт пен нәсілге, жаңағы дінге ешқандай бөлінбей, ешқандай жақтап не қылмай, иә. Бірақ соның өзінде де
қазақша жаңағы қазақ деп соғады ғой енді біздің ел тұрғанда, бірақ соның ішінде терең не қылатын адамдар, түсінетіндер түсінеді. Өз тілінде сөйлеп, өз тілінде ойлап, өз тілінде әрекет етіп жүрген, еңбек етіп жүрген адаммен өзге тілде сөйлеп жүрген адамдардың несі басқаша болады. Әрине өзге тілде сөйлейтіндер, ойлайтындар ол үшін кінәлі емес. Сосын оның ішінде де жақсылар бар, бірақ сонда да енді бәрі бір өз үлесін қосуға тырысады ғой енді, осы біздің ел дамысын деп, иә. Сондықтан ешкімді бөліп жүрмеймін, бірақ сондай бар дегім келеді да. Тіл мәселесі енді үлкен мәселе, ол бір көшіре түзеліп келетін шығар. Өткенде де бір үлкен жастағы әйелдің сұхбатын көріп қалдым, ол Самал Лайфқа берген. Олс медиа ма, сондай болмаймын. Сол кезде әйел айтады, мысалы Америкаға барған кезде, шетелге барған кезде жалпы сұхбат алушы да, сұхбат беруші де Америкада болған ба, басқа шетелде деп айтайық, Европада, иә, тіл бөлмесең ол жерде ешқандай жұмыс істей алмайсың, тіл тұра алмайсың. Сосын өзім естігенмін, Германияға барған кезде адамдарға 1 жыл ма 2 жыл береді тілді білу үшін. Бізде ондай жоқ. Сосын жақындағы сұхбат бар, мемлекеттік қызметкерлердің, жоғары лауазымда отырған қызметкерлердің орысша сөйлеп отқандары, олар талап етпесе ешкім қимылдамайды ғой, өзгермейді да. Сондықтан бүйтіп тұрмын ба, қалай жүрмін, просто қойып қоятын андай штатив жоқ екен, соны істеуге алу керек еді. Так, енді мен қазір қағазға көп жазып қойдым да, чтобы не забыть, что я хотела сказать. Қазақша или араласып алатын шығар. Если что-то непонятно, түсінбесеңіздер, екі тілде айтатым, иә, біреулер орысша түсінбейді, біреу қазақша түсінбейді, комментарий жазасыздар ғой, сол кезде маған сұрақ қойсаңыздар, мен жауап беремін. Инстаграм бар тура осындай аты, сол инстаграмда тоже жазсаңыздар ғой. Білмейтін болсаңыздар, мен де ажырасқанмын, иә. Білетіндер білетін шығар. Сол кезден бастап мен қазір бір секунд. Содан бастап психологияны зерттей бастадым да, оқи бастадым, қызыға бастадым. Қызыққан жоқ, просто бір кітап түсіп қалды да, бір қыз берді маған, электронды оқы деп. Оны мен распечатка етіп сосын оқығам. Некрасовтың «Материнская любовь» деген. Оны неге айттым? Мен өзім девамын, бикеш, гороскоп бойынша, жұлдызнама. Татушный адам. Сосын өзім 31-не туылғам, 4-пін. Сосын туған күнім 31-84, 7-мін мен психологиямен. Татушный адам. Сосын әділдік жақсы көремін, адамгершілік жақсы көремін, шындықты жақсы көремін. Иногда это меня доводит, но я по-другому не могу. Но я могу сказать, что я изменилась, чем раньше. Но, в принципе, остается, конечно, человеком, да, но как же сказать? Раньше меня бывало много. В любви, в работе, в отношениях с людьми. А сейчас то, что я живу, наверное, в столице, она очень меня закалила и в лучшую сторону. И теперь без ожиданий, без этого, но все равно то, что мне важно, это честность, да,
да. И да, включая здравый смысл, холодный рассудок. Иногда бываю эмоционально, человек, когда эмоциональный, это значит, он честный, оказывается. Ему не все равно. А тот, который молчит, ему не все равно. Не будем отходить на тему. Бізде былай ғой, қазақта да. Өйтіп айтып жатқан шынымен сондай ол. Өз басымнан өткен. Бізде қазақта қыз туылады ғой. Содан бастап қыз енді мен бәріне мәліметтер айтатын жүрмін, бірақ сонда да қыз туған кезде қуанбайды, ұл туған кезде қуанады, да? Сосын біз қыз өзімізді былай бір минус сезінеміз, керек емеспін ба деп ше, бір түрлі сезінеміз. И для нас это норма болып қалған. Ол бала прям құдай. Өйткені ұрпақ жалғастырушы болып. Сосын бізде 4 қыз болды үйде. Әр қыз туған кезде біздің папамыз ұл бала күткен, бірақ ұл бала болған жоқ. Енді өсе келе білген ол, значит, құдайдың бергені ғой енді, бірақ екіншіден еркектің денсаулығы дейді, денсаулығы жақсы болса ұл туылады дейді. Енді ол олай да айтуға болмайды, бірақ сондай бір фактор бар екен. Біздің папамыз енді денсау еркек секілді. Сондай сонымен қыз үлкен негізі видео ойнап тұр, білмеймін енді қаншалықты шаршамай осының бәрін жеткізуге тырысамын. Сонымен қыз деген лишний сияқты болады ғой. Олай қорытынды айтқан кезде бар ғой. Бізде мамамыз, папамыз строитель болды, мама мемлекеттік қызметші болды. Сөйтіп папамыз сокращение болған, қысқартуға түспей тұрып жақсы жұмыс істеді да, мамамыз әрқашан андай шыдап 3 жерде ғана істеді. Өзінің бүкіл еңбек жолында, қазір зейнеткер. Сосын басында екеуі көмектессе бізді көтеруге, жаңағы білім алуға. Кейін мамамыз ғана болып қалды. Сосын оған қиын болды. Сосын бұрында көп адам білім алуға, университетте оқуға шамасы жеткен жоқ қой. Сосын олар мама бізде алғыс айтуға тұрарлық тұрарлық андай ғой енді, бүйтіп айтқанымда дұрыс емес шығар. Диплом алыңдар деді да, басында диплом алыңдар, сосын оқыңдар. Басты сол, сонда өздерінің нандарыңды өздерің тауып жейсіңдер деп айтты да. Оқыды. Сосын бір кезде туысқандардың қыздары күйеуге шыға бастады да. Сосын мен ол кезде университет енді бітіргем. Жоқ, университет бітіргеніме 2 жыл болған. Жұмыс істеп жүрген кезім ғой. Қатты бір керемет жұмыс деп айтамын, бірақ жұмыста ол. Сосын әпкем дәрігер, ол кезде ол кім болып істейтін еді? Фельдшер болып істеді ма, скорыйда, сондай болды. Менен 3 жас үлкен. Сосын менен кейін 2 сіңілім бар. Менен кейінгісі Алматыда еді, дәрігер оқып жатқан. Олар 9 жыл оқиды ғой. Сосын кішкентай сіңіліміз мектепте оқып жатқан ба? Жоқ, қазір айтамын. 2008 жыл ғой. Так, университетте түсті ма? 91 жыл сіңілім ғой. 91, 2001, 2002 ол мектеп бітіре ма сонда? А жоқ. 91-де, 95-де. Университетте оқып жатқан, по-моему, Алматыда оқып жатқан да, по-моему. Қай жақта еді? Сондай ол керек, короче.
ол кішкентай қыз сөйтіп кішкентай қыз айтайын дегенім олар үшеуі бізде андай эгоист еді да. Өзінің қалаған жаңағы оқу орнына түседі, микрофон жоқ екен менде. Сосын жаңағы мысалы менен кейінгі сіңілім Алматыға кетті оқуға. Ол бұрында мектепте дебатқа баратын тұғын Алматыға. Сосын Алматыны жақсы көріп қалып сол жаққа жоқ олай жақсы көріп қалып біріншіден, екіншіден бізде мен Шымкент қаласының өзінде туылғанбыз, өскенбіз, сол қаланың қызымыз. Содан Шымкентте бізде медакадемия болатын, ол жерде бәрі ақша, дұрыс оқытпайтын тұғын. Мен әпшем соған түсе алмай, бір жағынан түскісі келген жоқ. Түсе алмайсың біріншіден, екіншіден ақша, сосын білім жоқ та ол жерде. Әпшем колледжге түсіп, сосын фельдшер болған, сосын барып түскен ускорениямен. Соны білді да сіңіліме Алматыға ауыстырғызып, Алматыда оқытқызды. Жақсы білім, жақсы дәрігер болып шықтым деп. Сосын ол жақсы дәрігер болып шықты. Сонымен сосын мен айтайын деген әпшем бізде 2003-те папамыз қайтыс болып кетеді. 56 жасында. Содан бері неше 5 жыл өтеді ғой. Сосын одан кейін әпшеміз папа сияқты болады да мамаға. Екеуі бірге басқарады отбасын. Бірақ әпшем кішкене қызуқанды, сондай өзін ойлап қалған қатты мінезді, айтып жібереді, ұрып жіберуі де мүмкін, ұрған кезде де болған. Мен жанашып дейді, бірақ сонда да сосын ақша құмар, дүние құмар. Мен әрқашан мама деп жүрген адаммын. Екі сіңілім эгоист, өздерін ойлап қалған. Енді өзін жақсы көреді деп айтайықшы. Оны мен қазір біліп отырмын. Сосын мен өмірімді бүйтіп алып қарасам, әрқашан маманың айтқанын мен жүргенмін ғой. Қорқып, еркелікті болған шығар. Бірақ өзіме бір сенімсіз болып өстім да. Сөйтіп ағылшынға түсем деген кезде шетелге стажировка керек екен деді, 1 жыл. Сосын стажировкаға жібере алмаймын мен сені деді. 3-ші курста болашаққа жіберетін кезде ол кезде де мама үйді залогқа қоймаймын сен үшін деді. Ой, оған көп жылаған. Сосын всегда мен айтқаным болмайды да. Ағылшынға түсем деп бастауышқа түсірді, бірақ енді қазір сол керек болды. Бірақ ол кезде кәдімгі, бірақ әлі күнге дейін кішкентай жоққа басылды, бірақ көп жылдар бойы соған өзім ренжіп жүрдім, неге ағылшынға түспедім деп маманы тыңдап. Бірақ бәрі жақсылық үшін екен. Сосын мен үйде қара торы келген, шашым қара, ол кезде ақ шаш жоқ, жаз ғой, ақ шашым бар, сосын шашым өсірмеймін. Көзім қара ақ реңді сондай қыз едім де. Қыздардың ішінде ана үшеуі сары тұғын. Сөйтіп мені маманың жұмысындағылар таныстыра беретін тұғын. Жігіттер, мен таныспайтын дейтін тұғын. Мен жұмыс істеймін, мен кухняда тұрып тамақ істегенді ұнатпайтын тұғын. Мен посуда жусам, маған сол ұнайды, үй жинаған былайша. Ата кухняда тұрып сағасып тамақ істеген ұнайды. Оказывается, бірақ оны да жақсы көріп кетеді екенсің дейді. Егер отбасы болсын, смотря кому да. Сонымен, короче, мама жылай бастады. Бәрің өстіп отыра бересіңдер ме деп. Сонымен мышып кетсем кешірім сұраймын. Бұның қаншалықты ауыр өмір болған алдыңғы видеода көруге болады негізінде. Қазір шүкіршілік етемін. Өміріне уақыт емдейді екен. Бастысы денсаулық. Өзіңе қарасаң, мен денсаулығымнан керемет деп айта алмаймын, бірақ шүкір, тәуба. Әлі де қарау керек, әлі де тісім жасау керек, әлі де көзімді қарап көрсету керек. Бірақ әйтеуір өз-өзіме қарап жүре аламын, Аллаға шүкір, өзім қимылдап, өзіме қызмет жасай аламын. Сондықтан
алла тағаланың арқасында жақсы адамдардың арасында. Енді қалай айтсам екен, сөйтіп мама жаңағыдай жылай бастайды, неге шықпайсыңдар, әпшеме сөз өтпейді. Сосын мен көзім бүйтіп тартқан, зрением нашар да, сосын үйде свет нашар, сосын көзім ауырып кетті телефоннан. Сондықтан осылай отырмын, а так нормально. Сосын әпшеме сөз өтпейді. Сосын мен таныстыра береді. Сосын бір күні мен мен андаймын да, энергичный ше. Сабағыма барып келем азанда университетке, жұмысыма барып келем. Сосын подружкаларыммен кездесемін, кешке тағы да бірдеңе, маманың берген тапсырмасын бәрін істеп жүремін. Сондаймын да, енді маманың оң қолы сияқты ше. Мама күлсе болды, мама жыламаса болды. Сосын бір күні таныстырамын дейді да, сосын жарайды университет бітірген кезде 2006-та мені бір созаққа алып қашпақшы болады. Бір қыстың боранды күні болды. Сосын Астанада жұмыс істейтін бала екен, сап-сары. Мен группаласымды таныстырады. Группаласым әдемі қыз болатын, созақтың байдың қызы, модель сияқты. Екеуміз подружка тұғымыз. Содан кейін мен ана балаға шықпағаннан кейін мамина дочка деп мені мазақтап ол дос болмай қойды. Содан бері әлі сол дос болған жоқ, кешірген жоқ ау деймін. Қазір ол қыздың бала шағасы бар, етеді, Шымкентте тұрып жатыр. Сонда мен былай айтқам ғой ана балаға, мен мамамнан сұрап келейін, әпшемнен. Түнде да 12-де бір кафеге ме барып таныстырды мені. Сол кезде сондай боранды күні барғым келмеген, құмыққа жағырған кезде. Сосын аяғым тартпай дейін ма, аналар екі жағын отырып алады, давай сені алып қашамыз. Қалай барасыңдар десем, басқа бір айналма жол бар екен созаққа. Сөйтіп мен группаластарым бәрі ауылдан туған, ауданнан, мен қаладан едім де, олардың ауылдарына бармайтын едім, алып қашып кетеді деп ше. Сосын мен мамам былай айтатын, олар ауылдың адамдары, не қыласың, ауылдарына қалады, араласпай кетеді деп всегда солай не қылатын. Бірақ қазір айтқаны болған жоқ, ауылда қалғаны бар, бірақ көбісі қалада тұрып жатыр, жағдайлар жақсы, отбасы құрып. Сонымен ана жігіт мақұл деп келіседі, мен үйге келем, үйге келсем әпшем айтамын, ол айтады, біз дайын емеспіз дейді. Бір жағынан ойлаймын, енді ол ревность па, то, что она замуж не вышла первая. Во-вторых, жай сөйлеп отқаным түн болған ғой, өзі привычка екен, мен жай сөйлейтінше қорқып қалғанмын, әдет дей ма. Сонымен и мы реально не были готовы, получается, деньги, одежда, ничего, короче, если так поставить. Потом ана жігіт звондағанда мен шықпаймын деп айтамын ертесіне ше. Сосын күйеуге шығып кеткен қыз бір ана күшті жақ, ана жақсы жаққа баратыр ма, жаман жаққа, жақсы жаққа баратса жақсы, жаман жаққа баратса, дай жүр шықты да. И типа как будто она идет, победила, короче, из девочек, да, в доме. Но на самом деле это же не так. И потом вот один раз, да, получается. Потом второй раз, вот в 2008 году я соглашаюсь, вот қанша адаммен таныспай танысам, жетісайдың жігіті болады, 81 жылғы қалада тұрады екен, Нұржан деген аты, мамасы Малика. Бір көріп шыға салам, әйтеуір не керек. Маманың коллегасы таныстырды. Маманың коллегасы ол кезде бөлім бастығы ма, мемлекеттік қызметте. Сосын бастық болып кетеді.
содан кейін ол бала мамаға отчетқа келеді ай сайын. Сөйтіп жаңағы керемет мақтайды ғой енді маған. Мен әрқашан әр адамды я должна его спасти или ее спасти, как маму, да, как мужчину. Без меня он умрет, или там сестренку деп солай ойлайтын адам едім ше. Сосын бірақ ешкімге сен көмектесе алмайсың, егер ол адам қаламаса. Сосын өзіңді бірінші орынға қою керек әрқашанда. Сосын қазір өзім немді қысқа айтамын, сосын неге тақырыпқа көшемін. Содан кейін ол бала точная копия меня была по лицу. Шашы да, беті да аппақ, мен сияқты шашқа қара, бойы ұзын, бірақ и телосложение вот среднего, которого я хотела, выше меня где-то, прилично, да. Но он красавчик был, да. Но мы были прям сильно похожи. Получается, как будто я мужчина, если буду, вот мы похожи были. Это я потом поняла по фотографиям. Потом я когда познакомилась, и он тоже когда мы почему-то думали о других. Вот. Она мен биле, чтобы было уважение, намен биле деген сияқты. Бір ресторанда болатын. Сосын оның бастығы болды. Біз маманың коллега әйелі болды. И төртеуміз, короче. Сонымен анау мені үйге шығарып салған кезде мамамен тұрамыз ғой, бәрі Алматыда. Әпшем де Алматыда ма? Жоқ, әпшем жұмыста ма? Мама үшеуміз тұрамыз ғой сонда. Сондай болу керек. Сосын шығарып салған кезде анау өліп сүйіп күйіп қалдым деп жабысып қалады маған. Мен сенсіз өлем бірден кезде. Мен сенгішпін ғой. Сонымен сеніп қалам. Мақұл деймін сосын. Жарайды, шығамын мен саған. Сосын бір айдан кейін ба белгілейді нені. Майда болады андағы таныстық. Енді белгілейді. Есімде әлі 7-сіне ұзату, 8-сіне үйлену той ма сондай ауылда. Олар 7-сіне біз жақта. Бізде жағдай жоқ, 50 адамға жасаймыз. Сол мен қандай көйлек кию екенді білмеймін, қысқа бір көйлек сатыппын. Қайдан білейін оны? Сонымен минимальный заттар алдық артыма. Олар 100 000 теңге алып келген сол кезде. 100 000 теңгеге спальный гарнитур алдық та. Ол гарнитурдың несі стеклосыз айнасын қапты аст жағында. Жеткенше ауыл жаман ғой, 4 сағаттық жер ше. Жол, сосын асыққан ба. Мен андай приметаға сенетін адам да. Сол это плохо деп ойладым да, плохой знак ше. Оны кейін білдім енді. Потом, когда я согласилась, 23 майда мен подружкам туған күн бар да Шымкентте. Андай бірге араласады. Екеуміз студент кезден. Соның туған күніне барған кезде мен өзім ұнататын бір жігіт болатын. Енді ол маған үйленемін деп айтпайды, бірақ сонда да мен соны көремін да, есіме андай қылып, мен қалай я деп қойған білмеймін ғой, бір гипноз сияқты болады негізінде ше. Сосын туған күнге барған кезде есімді жинаймын да, мама айтамын, мама, я не хочу, давайте все отменим деймін. Сосын ана айтады, ты что, деньги все дали, раздали, подарки дали все, как я все верну? Слышать не хочу дейді.
мен жылаймын. Сол кезде уже типа поздно. По идее поздно емес қой. Сонда сен анаң сенің өміріңе не қылып тұр да, түкіріп тұр. И негізі бұрында айтатын мама: если бы не ты, второй ребенок, я бы развелась деп айтатын. И мен всегда өзімді біртүрлі сезінетінмін. Нежеланный ребенок деген шығар еліне бұрыл. Қазір енді осуждать етіп жатқан жоқпын, бірақ сонда да айтайын дегенім ғой. Соменен осының өзінде 30 минут болыпты. Когда подкаст сияқты 3 сағат бойын деп тұрайын. Короче, поздно отменять. Ладно, короче. И потом ұзатуда фотографияға түсеміз ғой суретке. Сол кезде мен түріме қарасам өзіме ұқсамаймын да. Бір мутный бірдеңе. Түрім өзіме ұқсамайды. Неғып мен өзіме ұқсап тұрған жоқпын деп айтамын ше. Мен ойлаймын, мен соны олар мені дуалап алды деп ше. Сөйтіп сосын не керек, ауылға апарады мен түнде. Ертесіне біз жаңағы көйлек іздеп тойға дайындалу керекпіз да. Мен білмеймін ғой ана үйінің қандай екенін ше, көрмегенмін, білмеймін. Условиясы жоқ, тым условиясы жоқ жер екен. Базардың қасында центрде тұрады екен. Уәлиханова 5 ба сондай үй, 7 ма, 5 болу керек. Өмір бақи жоқ, ауылды көргем, Сарыағашты, маман ауыл, Төрткүл папан ауыл. Бірақ біз папан ауылына барғанда да қыздарды күшті сыйлайтын бізде папан ауылында. Қарбыз, сүт, май, бәрі былай тола көп болатын. 3 ай всегда сояқ кетіп қалатын тұғымыз. Сарыағашта бірақ мені жаман гнобить ететін ше, маманы да жамандайтын тұғын. Мен всегда жылап Сарыағашты көп болмайтын тұғымыз. Сосын маман жағы қаталды, папан жағы добрый ше. И маман жағында бірақ Шолпан шешеміз бар еді, ол қайтыс болып кетті жаман аурудан. Сол бізге мороженое беретін тұғын, өзі жасап беретін. Маман атын басқаша айтатын, Күләш деп па, маған сол ұнамайтын. Мен мама екеуміздің мінезіміз ұқсайды да. Ойлайтын тұғын, күшті иә деп. Но на самом деле это все было неправда. Ну сейчас не об этом и получается. То есть ауылда былай бола бермегенмін да мен. Сосын ананы көріп өлігің шықсын деп шығарады ғой қызды ше. Сол дұрыс емес. Қонақсың сен, бірдеңе қайтып келме деп ше. Сосын амал жоқ дейсің да. И ты вроде только пришла, бірақ сен анау саяқ жуу керексің, бәрін жинау керексің, анау мынау. Қонақ көп. Бұрынғы енем әдемі әйел екен енді. 2 рет ажырасқан, інісі бар екен, басқа еркектен туған екен, екінші баланы. Бекжан деген аты, 8-ші класс. Сол ғана мен жақсы екеуміз дос болдық. Әйтеуір үйлерінде бір компьютер бар екен, сол отчет қой деймін. Компьютермен бірдеңе жасайтын бұрынғы күйеу. Сосын тойда дос баласы болды, Абзал деген. Менің атымнан Раушан деген соседкам барды, подружкам. Бірақ енді не сказать, что подружка, но мы реально с ней дружили. Андай шынайы емес деп айтады маған. Шынайы дос аса көп болды деп айта алмаймын, бірақ бар. Сосын басқа ешкім болған жоқ. Бірақ ол маған қараған орнына өзіне көп қараған негізінде. Бірақ бірінші макияжды үйреткен сол қыз болатын. Алғыс білдіремін соған. Мереке басталған кезде әлі күнге дейін. Оның отбасы бар, бала шағасы бар қазір, әдемі қыз. Араласпаймыз бірақ Раушанмен. Үйіне барып, бұл
олар 5 бала еді үйлерінде. Егіз бауыры бар қыз. Үйіне қай уақытта барсаң шай іше бересің. Әрине мен шай ішетін тұғымыз. Ештеңе жоқ, просто шай, көк шай, қызыл шай. Сол күшті. Ешкім ұрыспайды. Бізде ғой, мен құрбыларымды әкелмейтін тұғым үйге. Болмайтын маған бірдеңе. Сосын ертесіне көйлек таңдауға барғанбыз ауылда. Айтады ғой, жених не должен видеть в платье деп ше. А он увидел. И все, я, короче, жамандыққа жорып соны. Жаманға негізі. Кірме десем кір бұл. Ательеге ше. Мен ойымда көйлек болған жоқ ше, бірақ әйтеуір барын кидік. Гүл жоқ. Гүлді әйтеуір әрең дегенде тауып. Көшеден жұлып алды ғой деймін. Сонымен той болды. Тойда менің подружкаларым қайтқан кезде аварияға түсе жаздаған. Той нормально өтті. Былай. Подружкалармен билемейсің деп шықты. Экс-муж. И я в шоке, в обиде была на него за это. Потом екі жарым ай тұрдық. 40 күн шықпайсың деп айтты. 40 күн шыққан жоқ ма үйден? Өзі баратын жерде жоқ. Телевизор бар өйтер, ескі, соны көресің. Қонақтар келеді сондай. Сосын бір айдан кейін мамасы, или бір айдан кейін мамасы ұрыстыра бастады бізді. Сосын ол менімен бірге жатпай қойды. Бір ескі қысқы бір маталарды жинап қойған, соны жумаған үшін қырылады, короче. Мама не уважаешь деп шығады. Оказывается, мамасы андай неке түні бар ғой, сол кезде қара дуамен приворот істеген ғой. Басына шапка кигізіп қойған дейді күйеуімнің. Чтобы он не видел меня, не слышал меня, даже если рядом со мной. Потому что мамасының қасында қолын ұстау болмайды, оның құшақтауға тем более болмайды. Ол все время жұмыста, түнде келеді, қыздарға барады. Неше түрлі дешевый парфюмы, мен иіске жаман қаттым. Огородтарын жинап, жүзімдерін байлап, ағаштарын қопарып, таспен бүйтіп қоршап кеткен. Сосын претензия, то, что я не беременна, потом я забеременела. Потом токсикоз болса, бірдеңе жейін деп айта алмайсың, короче. Өйткені ақша жоқ деп айтады. Үйге келген кезде Шымкентке есік ашып келу деген бар ғой, сол кезде ол менімен келген жоқ. Я на работе деп. Редко, бір 3-4 рет па. Телевизор көріп, әңгіме айтып сөйтетін тұғымыз. Мен жақсы көретін нәрсе алып келеді. 1 рет па, 2 рет па кафеге барды ғой деймін. 2 рет шығар. 1 рет па. Ана махр деймін, соған 5000 теңге ма сұраған мен. Өйткені білемді ода қанша теңге бар екенше. Сондай басым істемейді. Вообще қашатын басым істегенді көріп қойдым. Ой. Сосын тағы да бір жігіт бар тұғын. Следователь, тергеуші болып істейді Шымкентте. Істейтін, бұрында қазір білмеймін. Жақсы болады тұғын. Бірақ ол сахарный диабет тұғын. Ол сахарный диабет деген, құдай кешірсін, бала шағаға беріледі екен. Мен бала шағам ауырмасыншы, дені сау болсыншы деп, одан алшақ жүретін тұғын. Ода таңертең кешке дейін жұмыста екен. Содан мен қайтып келген кезде ол мені тауып тапты ғой. Бірақ уже мен қайтып келдім да. Ол мені алғысы келіп жүрген екен. Сосын бірақ ол Шымкенттің қазақтың жігіттері бүйтеді ғой.
маған күйеуге тисе бүйтесің, сөйту керексің, үй сыпыру керексің, таңертең тұру керексің, қарындасыма қарау керексің, мамама қарау керексің, анау мынау деп бәрін требование қойып тастайды. Сосын сен қашасың ғой, нафиг надо деп. Тем более дені сау емес. Бірақ жақсы болады, ол не керек. Ана сахарный диабеттер баяндылар бір больница жасады екен бір күні барған кезде, бүйтіп қолына укол салған көрген кезде далаға шыққан ғой, сөйтіп андай еркек слабый көрген кезде ана аяп кетеді екенсің, жылап жүргенмін ойбай деп, ауырмашы деп. сонымен қайтып келгенін көріп, сөйтсе ол мені іздепті. Сөйтіп ана Меладияның «Вопреки» деген өлең бар ғой, соны қойып берген ғой маған, звонок қойып қойған да. Сөйтіп айтады: мен сені қанша іздегенін білесің ба дейді да. Мен номерімді ауыстырып тастадым ба, білмеймін ғой, вроде не менял, может поменял, не помню. Мен раньше много менял, 2011-ге дейін көп ауыстырған номер. Ана бұрынғы күйеуім вообще күнде ауыстырады екен. Сосын не болады, біз 2 бесіктойға барамыз, сол жақта Жетісайда. Бізде маған күле беретін келін деп айтады, күле беретін келінге беріңдер деп ше. Жаңағы сосын мені жұмысқа тұрғызып, ЗАГСке барған жоқпыз да, просто мешітке бардық. Неге жаңағы аптекаға жұмысқа тұрғызады. Сөйтіп аптекада үйде андай жағдайда мен жақтырмай істеді ғой. Мамасына ұнамаймын, өзіне керек емеспін. Өзі гуляйды, мен мына жерде тұрады бәрі. Тыншып кетемін, тамақ жегім келмейді. Өтпейді. Сосын анау береміндерге витамин жеу керек деп, сухофруктиден медпен араластырып істейді ғой. Сондай істейікші деп енем істеген. Бірақ бір рет па жеген жоқ. Ол да өтпейді. Ештеңесін не хочу. Шашлык хочу десем, келесі айда дейді ғой. Мен жалпы былай подарка, гүлдер маған бермеген, қазір береді деп айта алмаймын. Почему-то требование қоймайды екен. Қойшы, қашып кетеді деп қорқасың ба, жоқ жалеть етесің ба, сондай ғой. Сосын жеңіл болады деп ойнаған. Көтеріп, сосын не болады, бір пик болады, короче, мен жарылам кәдімгі. Бірақ сол 2,5 айдың ішінде подружкаларыма звондап сұраймын ғой. Бәрінен емес, біреуінен қалай өзімнің недовольствием жеткізсем болады деп ше, тыңдамайды, жоқ үйде деп. Сосын бір подружкам айтады: түнде сөйлес дейді, түнде ұйықтамайды ол деп ше. Оказывается, работает, сработало. А так он храпел и И мама, кстати, могла в комнату нам заходить в любое время. Это капец, конечно. И бірінші брачный ночь болған кезде не болды, андай көк түтін болды бөлме ше. Сөйтсе төсектен істеген екен. Төсектің астына ма бірдеңе қойғанда, и порча ма сондай, чтобы развести нас. И мамасы всегда айтатын тұғын: еркек үйленген сезу үшін 1 жыл керек. Ты должна терпеть деп ше. Нифига себе. Барсынар деп дедім себе. Егер де ұнамаса, біз 18 жасар ссылканы алып келеміз, сен кете бер деп бұлай айтады. Азанда тұрып сыпырасын, жаңағы уборка жасай, тура өзбектер сияқты ғой. Басқа ұлт не алмайыншы, бірақ сонда да құлда салыстыру, басқа әйелді әкеле салу, бір қыздың тағдырын бұза салу, қыздығын ала салу, немене тағы да.
өзінің кінәсін білмеу, қыздардың тағдырымен ойнау да. Ана бесік тойға барсаң да, бесік той емес, бесік тойға бардық қой біз, 2 рет. Сол кезде де еш келін жақпайды. Бір келін бар екен, босана салып 2 айдан кейін жұмысқа шығып кетті базарға. Кім жаман, сол жаман. Но зато ана нормально, то есть она за собой смотрит, ақша табады, күні қарап тұрған жоқ, жаңағы байына ше. Сосын Жетісай деген суы ащы, 2 күн жуынбасаң денең бәрі тұз, 60 градус ыстық, менде ыстыққа аллергия. Одан қалса уборка жасап терлесем тағы бетім бәрі қызарып кетеді, аллергия. Сондай жер екен. Оған да шыдадым. Сонымен не керек, қашып кетем, короче, жоспар жасап қашып кетем. Сосын үйге келсем, ол звондайды. Келсең, аяғын сындырам, маған ондай әйел керек емес. Мен жылаймын. Мен айтамын, мен бармаймын и так-то. Сөйтіп, мен беремін боламын. 6 апта ма, 4 апта ма, 4 апта болады. Ол кезде дәрімен алып тастауға болады. Ана неше түрлі сериалды көріп алғасын. Маманың бауыры бар, 2 ажырасқан қыздар. Біреу баламен ажырасып келіп, еш жаққа сыйған жоқ. Соңында біздің жер үйімізге тұрды, 5 жыл ақша жинап, Қарағандыға көшіп, сол жақта тұрып жатыр қазір. Оған дейін адам болған жоқ та ол. Соны көріп алып, қаяқтың баласы деп ойлайсың ғой. Өзің қайтып келген қыз жаман болып ше. Басында мама добрый болып көрінді да. Кейін өзінің інісімен әйелін шақырды, жеңешеміз. Сөйтіп что-то мама стала злая. Потом я сбежала к подруге, соседке, которая дружка была. Мама пришла за мной, я не открыла, я там осталась. С тех пор, по-моему, да, или до этого, үйден қашу басталды. Потому что маманың сөзін көтере алған жоқпын. Өлгім келіп ше, ажырасқанға. Кім алады сені, енді шалға тие сал деген сөздер бар. Мен позорым шығардың деп. Қайтып барасың ғой енді үйге, бірақ сонда да қиын болды. Балаларды жақсы көретін мен қалай алып тастаймын деп ше. Алып тастамаса мамамен қалай тұрамын, мама мен үшін ұят болады ғой деп ше. Бас жерге қарап жүре ма деп. Сосын шешім қабылдап алдыртуға тура келді. Сондай өзім шешім қабылдап, мама қалдыр деген. Бірақ саналы түрде біліп тұрсың ғой ұят болады деген ше бізде. Өзің сыймай жатқан кезде үйге да андай, мен негізі завидный қыз болатын. Дордада бір жігіт ғашық болған екен, оказывается, Жетісайдың баласы. Сонымен ол да мені көріп кейін үйленіп кетті. Мен қайдан білемін, ешқандай ешкімде ойым жоқ. Только жұмыс істейін деп жүрген. Потом в итоге что было? Әбір созылып кетті. Сосын енем звондайды. Алдыртқаннан кейін, по-моему, мен подружкама айтамын. Подружкамнан естіп қоя ма, жаңағы бұрынғы күйеу. И типа он обиделся, короче. Потом перед этим мен оған хотела позвонить, потому что менің сестрам айтты да. Сонда звондап айтсайшы деп ше, может он что-то скажет. А ол поменял номер, мен звондадым. И все, короче, некому сказать. Может, надо было другу ему позвонить. Провал, причем он да. Сосын
енем звондаған, баламен ұстап қалайын деп жатсың ба, қолынан келмейді деп ше маған. Сосын мен айттым, жоқ, ондай ой жоқ, уайымдамаңыз, балаңыз алыңыз өзіңізге деп ше, сепарация жоқ та. И 3 айдай жылаймын, бөлмеден шықпай. Хорошо, бөлмем бар өзім, ешкім жоқ. Әпшем ұрсады, жата бересің ба деп. Оңай ма? Бірінші еркегіңе махаббатың болады екен да, ол ше. Қатты соққан. Сосын сіңіреме Алматыға ашып кетемін декабрьде. Жұмыс істеуге да, официант болып істеген ғой бұрында, солай істеймін деп. Ағылшын білемін. Олар бір бөлмеде 7 қыз тұрады екен, 6 ма. Сонымен январь болады, январьда анау Жетісайда бұрынғы не дейді, қайын сіңлім емес, неме деп айтады. Сол жақтағы туысқандардың несі бар, бір сестренка бар, сол айтады, оны жениться деп ше. Сосын мен а я, короче, такой человек, все выкидываю, если у меня этот вещь, плохие воспоминания. Я все выкинула, кроме хорамал, который бірінші тапқан, сосын неке қағазы. Сосын сіңірім бар менен кейін Алматыда, жаңағы бірге тұрамыз ғой. Ол айтады, может, барып қайтасың ба, алдынан өтесің ба деп ше. Потом, может, успокоишься, если да, нет, деп ше. А я знаю, что номера нет, как я его найду? Дом знаю, бірақ ит бар, иттен қорқамын. Тойда жолдас болған досы бар, только сол номер бар. Гарантия жоқ право алатынына. Сосын еще мен күйеуім тапсам да, ол сөйлеспейтін адам да, бұрынғы. Сосын хат жазамын, ұзын, менің почеркімді түсіне ма, ол білмеймін даже. Типа, если он меня не захочет видеть, я оставлю другу и уеду деп ше. Короче, сөйтіп шешім қабылдап, автобуспен Алматыдан Жетісайға барамын. Ешкімге айтпай. Сосын подружкамды тоқтап Шымкентте, ол шығарып салады, жақсы киім кигізіп. Или менің киімім ба? Жоқ, сестренің киім. Мен дейтін тірілдеп оңай ма, бір өзің ба? Подружкам барамай қалады. Сосын барам да, жаңбыр құйып жатыр екен, бір апта ма, 3-4 күндей. Жаңбыр деген адам жасы ғой, ол кезде мен сол январьда. Мен жылаған жасым шығар деп ойладым. Тоқтай алмай жылай бересің кәдімгідей. Сосын жұмыстың жанында бір кафе бар тұғын, досына звондадым, дос алып келді. Ана заттарды беріп жібердім, келгісі келмесе, болмаса мен кете беремін деп ше. Ол айтты, жоқ, кетпе деп. Он привез его. Я выпила 4 чашки черного чая, то есть кофе, чтобы не плакать, не показать слабость. И получилось, короче, потом я заказала себе лагман, что ли, еду, чтобы не упасть. Сосын анау айтады, не үшін келдің дейді, сөйлесетін ештеңке жоқ деп. Мен оның қолынан ұстап, может еще попробовать деймін да, сосын айтады. И я такая, ну ладно, тогда я пошла деймін. Сосын кетіп қалдым. Сосын ол қалаға, Шымкентке, маманың жұмысына, департаментке тұрып алады, жұмыспен қамтуға. Маманың кабинетіне 2009-да. Мен ол кезде вахтада істеймін. Бір күнім келсем, мама жылап отыр да, не болды десем, андағы тұрып алып, мен жұмыстан кетемін дейді. Сосын мен не істерімді білмей,
урайын ба, жок полиция жалдайын ба, кет деп айтайын ба, өзүм кездесейин ба, неше түрлүү уктабайм. Короче, мен андай бирдеңени істеп бітірмесем қоймаймын да. Бірақ қолынан не келеді, ештеңе келмейді ғой, еркек сен қызсың. Бірақ мамаға айтамын, мен мама сіз стажыңыз 35 жыл болса, ол 35-тегі бала ғой деймін да. Сөйтіп кетпеңіз деп ше. Өзім енді андай жүрегім ауырып тұр мама үшін да. В итоге его на 4-й этаж переводит, мама в своем кабинете на 3-м этаже остается, потому что мама поговорила с шефом. Тогда еще такой үлкен еркек азамат болатын. Сонымен кейін маманың таныстырған подружкасы бастық болады. Сөйтіп ол жаңағы үлкен кісі ер азамат келісіп жаңағыдай жасайды, сосын екеуі бір жерде жұмыс істейді. Мен обычно маманың жұмысына біз часто баратынбыз, распечатка бірдеңке, компьютерге кісілер. Сол кезде уже бармайтын болдық. Содан мен бармайтын болдым. Бірақ қалада көрмейтін тұғым. Сосын ол бала туылды деп естігем. Бай қызға тиген екен, налоговыйда істейді дей ма, білмеймін енді. Әйтеуір бай қыз, машина әперген, киіндіріп қойған. Сосын сол 1,5 жыл бойы мама менің миымды жейді. Вот ты его не удержала деп ше. Әйтеуір оны да көреміз әйтеуір. Тағы сенген. Сосын біраз жылдан кейін не айтайын дегенім. Забыла. Ну, помню, что в 2015-м, когда я с трудоустройства істеген кезде отчет істеп жатқанмын ғой, сол кезде. Сол келген, ол жұмыс іздеп жатыр екен да, мен как раз азаматтармен қабылдайтын жерде болғам. Танымай қаламын, сосын таныған кезде қорқып кетемін. Ойбай, адам бұрынғы күйеуім ғой деп. Сосын абыржып кеткен, басқаша. Сосын Жетісайдың бір қызы бар еді бізде. Соған айтсам, ұқсайды екенсіңдер әлі, шын ма не деп. Иә дедім. Біздің бөлім басшысы сол жерде айтады, кабинет босатып берейін ба, сөйлесесің ба дейді. Жоқ, керек емес, сөйлеспеймін сен. Не туралы сөйлесемін? Ол мені танымай тұр ғой. Таныған кезде не туралы сөйлесеміз? Сонымен мне кажется, он меня не узнал. Не знаю, что у него там случилось. Бірақ айтайын деген, адамды ұмыту үшін 1,5 жылдай кетті маған ше. 100% емес, хотя бы, чтобы отпустила. Сосын содан кейін ғана жігіттермен танысу деген, жігіттерге қарай кішкене қарау. Бірақ бір жағынан былай ойлаған кезде, ажырасасың ғой, сол кезде үйдегілер сені қабылдамайды ғой. Сен наоборот любой еркекке шығуға дайын боласың да. А когда сен ажырасқаныңды естісе, еркектер наоборот сенімен жатып қалу, пайдаланып қалу болады. Потому что сен өзіңді сыйламайсың да. Вот. Такие дела. Поэтому алып қашу деген бар бізде, иә, ол да дұрыс емес. Бірақ көп бұрынғылар алып қашқан, бақытты өмір сүрген, бірақ ол терпели, ой, женщины, много терпели. Бізде папамызда дұрыс болған жоқ. Басында көп нормально болды да. Сокращениеден қатты өзін тастап жіберді, шығып кетті, бәрі 90-да шықты ғой ол кезде. Бірақ біздің папа бәрін андай істеп кеткен. Жер үй соққан, ол жерде огород болып бізде, қар тазалап, бәрін үйретіп кеткен. Лампочканы қалай айналдыру керек, замок есіктің бұзылып қалса қайын жүріп, винтик бәрін коллекциясы болатын.
ағаштарды жуынатын, темірді кесетін, любой шкаф не бәрін істей алатын. Ойып былай ағаштан мындай вешалка жасап көп нәрсені үйретті. Мінезімді түрімді папамдікі, мен үшеу мамандікі. Бірақ мен мамаға да ұқсаймын былай түрімен, папаға да ұқсаймын. Бірақ папаның мұрны, шашы қаралығым былай серый да, бірақ ақ шаш қой қазір. Так, дауысым да папа. Сосын ол қайтыс болғанда қиын болған негізінде. Қыз үшін папасы қайтыс болса, еркек тастап кеткендей болады екен. Может, жібермейсің да. Ол неге табысқа өте көп әсер етеді. Оны 2 жыл болды деймін. Бір жақсы бір психолог бар семейде, Назигүл ханым деген. Сол болмаса босатамайды екен. Разымын, Алла разы болсын. Хат жазып папама. Сосын папаға Атырауда, Шымкентте үй соққан ғой папа. Этажный үйлер соған, папаға квартира берген, 4 бөлме, 4 қызға. Квартира. Соны қалдырды, жер үй болды. Жер үйді сатқысы келмейді конца. Сол жер үй әлі түсіме кіреді. Ана 4 бөлме үйді әлі түсіме кіреді, почему-то білмеймін. Качеля болатын. Сонымен енді папа кеткен кейін біз үйде 5 әйеліміз ғой. Мен сол кезде қатты не қылатын, уайымдайтын, қалай біз күйеуге шығамыз, қалай біз еркектер сыйлауымыз қалай болады деп ше. Қиын болады деп, может, солай жамандық шақырдым ба, кім біледі. Сөйтті, оны орай бар ғой, баста менде 2 екен, мына жерде, сосын арқамда. Мына жерде мен оны білмеймін ғой. Реально осы 2 орай деген 2 ажырасу ғой. Сол да болды деп ойлаймын. Сосын содан кейін әпшем күйеуге шығады, жақсы ауылға шығады, бірақ Алматыда тұрады қазір, жағдай жақсы. Сосын кішкентай сіңілім шығады. Сосын менен кейінгі сіңілім өткен жылы жақында шыққан, Астанада тұрады ол да. Сонымен жақсы. Мен әлі осы жалғыз бастап, жеке өмір әлі болған жоқ. Кездеседі, бірақ үйленуге дейін бармайды. Бір порча бар деп ойлаймын мен. Білмеймін, жолым жабық па, или мен ондайға жаралмаған ба, кім біледі. Анау порчаны күйеуімнен шешіп, бірге болып істеп көрген едім, бірақ жақсы палшы кездескен жоқ та. Ақшаны тек қана сор болып қолдарынан келген жоқ. Сосын бірақ жақсы палшылар бар екен, шеше алатын, ондай тапқан жоқ мен. Сосын онсыз да ақша көп кетті. Енді далбасалап сондай бір палшылар айтқан еді. Болдың ғой күйеуде, не істейсің енді депші. Өз өмірің сырда, бір кездесетін бір жігіт тауып ал депші. Деген расымен сондай шығар, может. Бірақ енді бәрібір де бала сүйгің келеді, отбасы құрғың келеді ғой. Бір палшылар айтқан, ой, кез келген еркектің арманысың ғой сен, қолыңнан бәрі келеді деп ше. Көп жігіттермен таныссаң андай бүйтеді, сен сильнее меня, я тебя не вытерплю деп сөйтіп айтады. Ол да бар. Вот такие дела, короче. Потом, что я хотела сказать? И вот, мама үшін өмір сүресің ғой жаңағыдай.
анын арасында 2010-да Астанага келем, 2013, 14, 15 жаз бою келем Астанага. Сосын кайттан үйгө барам, кайта мама менен урушуп калабыз. Эмне үчүн урушуп калабыз? Минизибиз келмейт да. Жумустан кирип чыга бересиң дейт. Жумуш менде болмойт почему-то. Бүкүл баарын жауып тастагам, энем окуп тастаган дейт. Башка не болушу мүмкүн, я не знаю. По деньгам ничего не получается, личка не получается. Не растешь, это все, короче. Если даже устраиваешься обратно, еще мама платит, вот, шалга тие сал, зачем? Сен қазір жұмысқа кірдің десең, айтпау керек вообще мамаға, айтпасаң тағы шығып кетесің, көрінбай, я тебе же сказала, сен шығып кетесің деп ше, осылай. Вечный негатив болады да. Как собака вернулась домой. Ты думаешь, что у тебя получится, не получится. Мама бірдеңені оқимын десем, зачем оқыма, қолынан келмейді, сен мен даже көре алмайсың деп. Әпшем ұрған, өлтірем деп айтқан, мен өзім өлем дегем, ана өзімді бір түрлі андай оларға ұқсамайтын болып сезінетін да, сөйтіп ойлайтын тұғым, я не имею права жить деп ше. Мен құтқаратын менің соседкаларым, Мадина, Динара, солар, Жанна, олардың класстас, менің класстасым болушы сіңлісі, Балкен, Эльмира, кім бар еді тағы да, атын ұмытып қалыптым. Бәріміз солай мені веселый қылатын тұғын, сол менің подружкаларыма, құрбыларыма арқасында. Оларға барсам, өмір күшті да, нормальный, бақытты, позитивный. Үйге барсам тозақ болатын. Ондай болып, сосын кейін психологтан сұрасам, ол менен сұрайды да, біз ана жер сатып жібердік, сосын 4 бөлмені 3 бөлмеге ауыстырғанбыз, төменгі этажда, Содорда, Шымкентте. Сол кезде жаңа үйде бақытты болдыңыз ба сұрады да менен. Қарасам, вообще бақытты болмаппын. Ана жер үйде бақытты болдық біз, және де неде 4 бөлмелі үйде ше, бірақ ол 5-ші этаж, крыша протекает, 4 бөлме, 4 балкон, 2 деу коридор, деу кухня болатын ше. Солар этот үйде бақытты боламыз, ана үйде жоқ. Ремонт жасаған кезде мен керекпін, түнде ұйықтамай ше, жұмыстан кейін. Потоп болса мен керекпін, қой сою керек болса мен керекпін да. Бұлай керек емеспін. Мен өзім мнениемді айта алмаймын. 4-еу бәрі маған жабылып кетеді деп қорқам, мені өлтіреді деп қорқам. Бір-екі рет өзім ойымды айтқан кезде көрдім да, ничего не получится. Я сдалась, короче, у меня аллергия. И до сих пор аллергия. У психологияда непринятие себя екен. Сумен. И сейчас я перестала быть удобной, ушла. Благодарю Бога, что вот так получилось у меня. Я реально счастлива, получается. Я вот сегодня думала об этом. Оказывается, что я теперь свободна и не надо никому быть служить, да? Быть удобной. И олар араласпай қойды. Вообще 2 год іште бір жігіт үйленемін деп үйленбей қойған. Содан кейін әпшем сіңлім екеуі Алматыда сояққа тұрғызғысы келіп, жұмысқа тұрғызы келген. Бірақ табылмады, бір айдың ішінде жұмыс. Мен тұрып Алматының пробкасын ұнамайды, 2-ші рет барғанмын ғой. Қалғым келген жоқ. Сосын мамам қайтам деп айтқан әпшем, сөйтсе мамам айтқан, менімен тұрғысы келмейді деп айтты да. Кейін сұрасам ол айтпадым дейді, білмеймін енді қалай. Сосын мен айттым, маманың үйіне бармасам. Бірақ ол ответтен шок болам, естественно. Как так деп ше. Біреудің үйінде қонсам да, Шымкентте тұрамын дедім да. Қашып кеттім тоже. Почему-то я все время избегаю, потому что
По-доброму не получается, да? А иначе как будто, ну я умру иначе. Жақсы адамдардың арқасында, көмектердің арқасында бәрі де. Алланың арқасында. Сосын содан бері жаңағы сестра мен сіңлім араласпайды дұрыстап. Нас кинула, мы тебе помогли деп ше. А я что сделаю? Я же не хочу. И работа, если бы нашлась бы, я бы осталась бы реально. А я сестру не люблю. Она андай жақсы көріп ненавидит па солай. Тяжелая она. Бұрында макаронный тамақ істесек, вообще тамақ істесек, біреу бастап аяқтайтын еді да. А когда она замуж вышла, она так отругала меня, ужас. Сосын нафиг надо. Потом в 19 году 16 жылы үйге талас басталады. Сөйтіп мен тегін тұрып жатсың деп жаңағыдай шығарып жібергісі келеді. Сосын мен ойлаймын, ойбай аналар не дейді. Мама екеуің Алматыға көшіңдер дейді. Мен айтамын, мен Алматыға бармаймын. Ал ол айтады, сен ешкім тыңдамайды дейді маған. Сосын мен айтамын, а сен что, үйді арендаға берейін деп жатырмысың? Иә, сен тегін тұрып жатсың ғой дейді маған. И мен хайвай көтеремін ғой. Сосын кейін успокаивается они. Мен сол кезде бір палшыға барамын, түлкі басты ма солай, еркек кісі. Сол айтады, сен әпшең ақыры соны сатып бітеді да, кейін ақшасын алып мамаңды қуып жібереді дейді, мамаң саған келеді дейді да. Көп адам солай айтқан маған. Сонымен, короче, может, соны рас болып шыққан сияқты. Негізі былай отбасы құрылған кезде бір бас екеу болады, сол кезде ақша да болады, үй де болады, бәрі болады ше. Когда бір басты болсаң ештеңе өнбейді, тірлік реально ше. Потом извиняюсь, 2016 жаңағыдай болған кезде мен 2017-ге Астанаға тағы жиналдым, 4-ші рет. Сөйтем да, болса болды, болмаса болды деп кетіп қалдым. И сосын болып кетеді. Алла жарылған. Сонымен ол кезде де айтпай кетіп қаламын. Просто 2 жаңа жыл ма, 3 жаңа жыл мен өзім үйде болдым да Шымкентте. Мама Алматыға келіп лақтырып кеткен, тастап кеткен. Мен ақша жоқ, стол жоқ, үйде жалғыз өзім болдым. Сосын жаман болдым. Содан кейін жаман, Новый год жаман көремін. Праздниктердің бәрін жаман. Жоқ, Новый год особенно. Біз мама екеуміз ұрыспау үшін еще үндемейтін тұғымыз. Айлап сөйлеспейміз бір үйде тұрып. Сосын ол енді бәрін жасадым мен, жаңағы жұмысқа тұрып, не үшін. Мама мені госслужбаға тұрғызғысы келген ғой 16-та. Ақша беріп ше. Көп қой, ол кезде қанша бересің? Көп бересің. $3,000 ма сондай. Уайымдайды ғой енді, мама ауырады еще. Сосын мен айтамын, мама жоқ, менде 2 диплом бар. Басыммен тұрамын мен жұмысқа деп ше. Бірақ сізге қарыз болмайын деп. Еще мама айтады, сен маған 2 миллион қарызсың дейді. 2 университет оқытқан ғой ақшаға. Мен грантқа түспей қалдым да. Сосын жұмысқа тұрғызған, кредиттерін жауап берген. И мен есептегем. Мен сізге қайтарам дегем. Сосын айтты, ой, сен қайтарамайсың. Ты кто такая деп айтатын. Ты вечно будешь в долгах, ты никогда не будешь успешной. А то, что мама тебе говорит, оно сбывается, потому что она живет с тобой же. И ее аура, она энерговампир, еще сүйектен өткізіп айтады, сондай, короче. И
ит болып қайтып келдің ба деп солай айтатын, үйге қайтып келген кезде ше, подружкалармен кетіп қалғанда. Сөйтіп. И когда я молчала, она хотела со мной подружиться и что-то покупала, и маған айтатын, әлия қара, сковородка сатып алдық, қазан сатып алдық деп ше. Деймін. Сосын әпшем университетке түсуін көмектескенде просто мен андай вера болды да менде, что она поступит, что она достойна. Бір айдың ішінде түсіп кетті. Екеуміз медсправкаға ақша таппай, Гүлден шешеміздің үйіне барып ақша тауып, справкасын тапсырып, документін тапсырамыз. Сосын екі кішкентай сіңліме мен вахтада істеген кезде бар зат, новый заттарына барып беретін тұғым. Ешқандай ойсыз кейін сұраймын деп ше. Ақша беретін тұғым кішкене. Кейін бірақ жұмыссыз қалғанда сұраған кезде олар ренжіп маған берген. Сен кейін осылай сұрау үшін бергенсің, міндет қылып деп ше. Мамаға ақша жібердім, соларда ақша бітіп қалды деп ана жайлап айтатын тұғым. Кішкентай сіңлім күйеуге шығара алдында ауырып қалған қатты. Соны тұрғызып, күйеуге шығарып. Міндет түсінбеймін просто андай да. И тогда я ей сказала, туысқандар көре алмайды деп ше, ана затын бәрін апарып таста. Тағы да сен де ажырап кетпей мен сияқты деп. Сонымен Құдай сақтасын, әйтеуір аман есен тұрып жатыр. Бәрі де квартиралар бар, они сдают квартиры, еще живут. А менде әлі сатып алғаным жоқ. Мүлікпен, ақшамен саналады да. Сенде дымың жоқ болса, ақшаң жоқ болса, үйің жоқ болса, былай сатып алған. Күйеуің жоқ болса, бала шағаң жоқ болса, күшті жұмысың жоқ болса, керек емессің да оларға. Либо құл сияқты робот болу керек. Сонымен 19 жыл мен үйге барам. 3 жылдан кейін әрең деген кезде ақшамды жинап, жолға жинап, үйді көріп қайтайын деп. Сол кезде туу туралы куәлік пен распечатанный фотографияларымды алмаппын. Соны ала алмай жатырмын енді. Оригиналын жібер десе жібермейді. Сосын сол кезде мама 2 аптаға барам, бірақ ыстық болады да, сосын қайтып кетемін 1 аптадан кейін. Мама ана кімдермен, бауырлармен достасқысы келеді. Мен айтамын, мама мен дайын емеспін деп. Өтірік семья маған ұнамайды деп ше. Сосын 20 жыл мама ракпен ауырып қалады. Оның алдында туберкулез болады, емделеді. Ана врач сестренкаларым, кішкентай сестренкам жағдайы жақсы жерге шыққан, бай, малы бар жер. Екеуі врач, күйеуі врач, сестрам бәрі қарап шығарған. Сосын рак болады мама 20 жыл. Вовремя операция жасап. Бірақ учетта тұрады. Депозитте ақшасы бар ғой. Үйдің ақшасы. Сөйтіп ақыр Алматыға көшіріп алады әпшем. Содан кейін мен мама ауырып қалғанда жылаймын да. Сосын сіңілім әпшемнің қандай екенін көреді, сонда маған айтады, мен сені тыңдамаппын ғой. Мен айтамын, енді солай болу керек болған. Сосын үйді мама айтады, мам, үйді сатам да Алматыға кетемін деп. Сосын мен айтамын, что я решаю? Вообще я ничего не решала. Про деньги со мной не советовались.
недвижку тем более. Что она понимает, деп солай айтады маған. И вот поэтому я вот по позднякам только сейчас. И то не сказать, что деньги, я про деньги, короче. Но нужно. Сосын мысли собрать не могу, извиняюсь. Потом они все-таки продают дом. Потом мои коллеги здесь говорят, что у меня есть доля. Сосын, оказывается, ол доланы біз бұрында папа қайтыс болғанда жазып бергенбіз аманатына. Зачем нам доля деп па, или это же мама святой нас не кинет деп, она кинула, короче. Бірақ үй сатып алған кезде 5-ке бөлінеді деп айтатын еді да мама. Сосын маған всегда бөлмең сені күтіп тұрады деп ше. Поэтому менде не получалось астанаға. И замуж по второй раз не получалось, өйткені мен маманы тастай алмаймын ғой, маманы тастап кетуге болмайды деп осылай всегда ше. Еш жаққа кетпеймін ғой, еш нәрсе армандамаймын. А ол бірінші кезекте сені лақтырып кетеді, короче. Именно папаның қайтыс болған күнінде солай айтады маған. Құдай беріп жатырмын папаңа, сатамды кетемін деп ше. До меня в этот день не доходит. Потом доходит. А когда дошло, депрессия болып, я хотела умереть. Мен айттым, мама, осталось только папаның моласына барып жатып қасына деп ше. Мынандай тірліктен кейін. Айтады, мен саған ешқашан қарыз емеспін, ол менің үйім дейді. Сондай шығар, онда сен неге өйтіп айтпадың басында? На бөлме сенікі деп зачем говорить? Зачем говорить, что нужно 5-ке бөлінеді деп ше? Почему так не говорили? Поговорили, чтобы меня удержать, чтобы я никуда не ходила, никуда замуж не вышла, никуда это. А теперь вот боқтастық мамамен. Ешқашан боқтамаған мама. На ты, короче, сіз деп сөйлескен. Она предательство вот, да? А предательство это просто человек выбирает себя, не тебя. И он всегда был таким, а ты не хотела видеться. А сестры это эгоисты, потому что мама эгоист. Енді келіп маған тағы қарады да, сосын мен айтамын да, мен 40-қа келіп ничего не добилась весомого. Сонда мен тағы да қанша тұру керекпін деймін да, мен бала тумайын ба, отбасы құрмайын ба, или өзімді аяққа тұрғызып деген сияқты ше, что я чего-то стою. Айтады, басқаларға салсаң ана деген киелі ғой деп ше. Киелі адам солай жасай ма? Ну, в моем понимании, если ты что-то обещал, если ты родил ребенка, будь добрый его бәріне үй бар ғой, менде жоқ қой мама деймін да. Мен алсам сіз менің үйіме келесіз ғой қонаққа, бәріңіз келесіздер деймін да. Әй, сен ала алмайсың, сен мені даже көре алмайсың. Жарайды. Қырылысатын тұғымыз. Сосын все залокировали, потому что я не с мамой. И они звонили день рождения, Новый год один раз, көктемде бір рет, жылына бір рет, короче. И каждый раз мамаша, мамаға қарасай деп ше. Ақша да не емес, мүлік те не емес, просто уақытта қартайып жетістікке жеткен жоқ. Нужно выбирать себя. Здравый смысл. Сосын, что там еще? Ты должна попросить прощения у сестры. Я говорю, за что? Я у них что-то забрала? Это же вы забрали. Что хотела сказать? Бір жағынан ол, мне кажется, я снимала типа такого видео, но это не такое полное было, да? Сейчас закончу. Потом второе, то, что вот развод Тұрсынбек Мырза и Мөлдірхан.
көп жерде мысалы бір жұмыстан кету керек болсаң, сен кеткің келмей жылап ұстап неғылсаң, құдай сені жаман қиналып кетіреді да, или ты сама должна, или сам. А так задерживаться нельзя, очаровываться нельзя өмірде. И осындай жаман жолмен үйді алып қойып, ол біздің 3 бөлмелі үй 18 миллион ба тұрады екен. Басқа бір квартира, сондай, сол кезде объявление удалено деп шықты да. Бірақ такая же, как у нас квартира, вот 18 лямов, это 42 тысячи долларов. Это посчитала. Со цена моей свободы шығар деп жатырмын да. И я не врач. Если с мамой что-то случится, я буду себя винить. Сестры будут меня винить. Потом мама хотела в 2019 году продать эту трешку по однушке, чтобы мы с ней жили отдельно в Шымкенте. Потом я сказала, чтобы сестры пришли и меня убили. Нет, не надо. И у меня сейчас хорошая работа в Астане. И я не знаю, не уверена, что там хочу бросить. Я еле нашла ее, да? А кезінде сколько я маме говорила: мама, можно я отдельно буду жить? Можно? Арендаға, да? Она говорила: ұят болады. Она мені ұратын тұғын. Тепкілеп, прям киімдерін бәрін жинап кетейін деп тұрған кезде сіңілім екеуі екі жақтан ұстап алып бөлмеме тығып қоятын ше. До такой степени слабый болатын. Енді оның бәрі өтті ғой енді. Менің мінезімде бар еді, бірақ өйтіп мен андай қаттыға бармағанмын да. Барған шығармын, бірақ они все-таки сейчас лучше меня. И как будто наказывают меня своим молчанием. Ну ладно. И вот, сосын босатуға тырысам да өзім, түсінуге ше. Түсінуге емес, қабылдауға, кешіруге. Кешіруін кешіре алмайсың, кешіресің де қабылдауға тырысасың. И вообще я хотела про эту тему рассказать, получилось совсем длинно. Поэтому ата-аналар баласын ұстамау керек, ерте жіберу керек. Енді қазір Астанада менен кейін сіңілім тұрады, араласпайды. Шымкентте біреу тұрады, араласпайды. Алматыда жаңа бөлек, мамам бөлек тұрады. Бәрі араласпайды, бәрі блокировать етіп тастаған. Кішкентай сіңілім Шымкентте түсінген сияқты болған еді, бірақ қайтадан жабылып қалды. Білмеймін. Может, роль этих людей закончилась. Моя сестренка говорит шымкентская. Зико. Зиягүл ғой. Астанадағы Асия. Алматыдағы Гүлжәмилә. Мамам аты Гүлия Есіркеп. Папа Маманбеков Иса. И Шымкенттегі сіңілім айтады: может, бізге достасу керек мама тірі кезде дейді да. Кетіп қалса кейін араласпай қаламыз. Тірі кезде араласпай тұрған кезде кетіп қалған кейін вообще араласпаймыз ғой. Бәрі мәселе ақшада, мүлікте. Потом она что-то вроде поняла, что это типа мама екеуінің арасындағы не ғой, и біз сен должны уважать, что ты хочешь жить в другом городе, дейді. То, что уважать, это да, согласна, да? А второе, то, что это не только с мамой, это вот мы же все голосование бар ғой. Мысалы мен 3 бауырым айтса, Алияға үйгері қой деп ше, қарыздары бар ғой деп. Вечный. Айтпау керек қой.
соны жауып көмектесіп оған үй алып берейік та деп ше, или первоначально деп айтқан жоқ та ешкім. Бәрі мама ауырып қалды ойбай, мама келді. Иә ол мама, иә, бірақ дофига ақша. Сосын бір бөлмеліге келеді екен да, 3 бөлмені сатсаң Алматыда бір бөлме келеді екен. Черновой алған, 2 бөлме істеп, ремонт кредит алған. Сол үшін мен саған көмектесе алмайын деп мама шықты. 2 бөлмені мен келеді деп айтқан екен, алған екен. Сосын мен айтамын, әй, мені білдіңдер ғой, мен Алматыны жаман көретінімді, бармайтынымды білдіңдер, неменеге алдыңдар деп ше. Мама қоймай қойды. Мамаға да айттым, сіз білесіз қандай екенін. И теперь у нас не о чем разговаривать, если даже мы будем сейчас общаться, потому что у них много детей родилось, много изменений. По видео мама не хотела показывать квартиру. Я молчу уже, не знаю. А мне, кроме того, что я благодарна, что я здорова, у меня есть работа, мои друзья и кров, хоть и арендный, я очень благодарна людям, которые мне помогали, помогают до сих пор. Поэтому вот. Но не все такие сильные. Я благодарна себе, что стояла. Как моя сегодня коллега говорит, ваша история, как она сказала, трэшевая деді ма, нереальная деді, сондай айтты. Шын ма сондай? Кітап жазу керек, ноутбук жоқ деп. Ноутбук болған, бірақ мындай дауысы жоқ деп сатып жіберген, бекер сатып жүрмін. Поэтому сол кітапты жазу керек ау. Сондықтан айтайын дегенім, ажырасуды кешірдік деп айтқанмен кешірмейді да. Мәңгі жадыларында қалады отбасын. И сен оларға адам емессің да. Былай айту мүмкін, жоқ, все забыли деп. Но если все забыли, они же не поступят с тобой так. Просто они уже с тебя списали, что ты замуж вышла, и они не ожидали, что ты вернешься. А они рассчитывали, что все сами заберут. Бәрі ақшаларын алған негізі. Қазақстанда тұратын сестрам мамадан ақша алған, Алматыда үй аламын деп. Оны мен кейін білдім. Сестрам маманың ақшасын өзі распоряжается деп ойлаймын мен. Өйткені мама қорқады одан, сосын соған қарап отыр ғой күні. Шымкентте сіңілім мамадан ақша алып, депозитінде күйеуге шыққан. Мен маған айтады да, корыстный сен дейді. Мама керек емес, саған ақша керек деп ше. Корыстный болса мен давно бай болып жүрмеймін ба? Бәрін алып мамаға подписін поделать етіп. Ондай қолымнан келмейді ғой мен. Содан кейін сол опық жеп отырмын. Значит, так надо, может. Поэтому қыздар өздеріңді ойлаңдар, мықты болыңдар дегім келеді. Енді ата-аналар жақсы болсын дейді, бір жақ енді өзі ойламай жамандық жасайды. Сонда да енді мамалар, қыздарыңызға қатал болмаңыздар. Папасы бар болса, мама папалар деп айтайыншы, қызға үй әперіңіздер, қыздарыңызға бәріне әрқайсысына уверенный болсын. Сосын ажырасқан кезде қолдау керек. Мен вахтада бардым ғой ажырасқаннан кейін. Сол кезде кореянканы көрдім, 12 жылдан кейін ажырасып кеткен қызы бар, үйінде қолдауы бар. Тағы да бірнеше, бәрі қолдауы бар. Сол қолдау керек қызға. Өйткені қайдан көтерілу керек та ол. Баласымен болса, ол періштелер, олар өсіп кетеді. Тағы да бір рет күйеуге шығу керек ол қыз. Бақытты болуына, өмір бітіп қалған жоқ, иә.
сондықтан итермелеп қызды өл деп олай керек емес, не стоит. Поэтому сондай ұзақ болып кетсе кешіріңіз, айтып қойған болсам алдында. Ничего страшного, еще раз хотела сказать. Оно так вылилось, может, так надо. Это история о том, что как не надо делать. Нужно мечтать, нужно уезжать, учиться, работать нафиг, выбирать того, кто тебя любит, и кого ты любишь, да? Обоюдно, кто может тебя там обеспечить, развиваться, потом что еще? Кто не бросит тебя, да? Потом не переставать любить себя, даже если ты умираешь. И падая, подниматься. Өте қиын кезеңдер болды. Нан жеп, шаймен же. Бұрын 90 жылдар сияқты. Қант пен кофе. Әлі күнге дейін мысалы ет жоқ үйінде. Бірақ не жалуюсь, жұмыста жеймін, көшеде столовыйда жеймін. Жұмыртқа еттің орнына. Жұмыртқа болса, значит, я буду не голодная. Что еще? Неше түрлі сөздер айтқан, когда я снимала квартиру. Общагада разные эти условия жила. Поэтому қалайдан денсаулық сұраймын. Денсаулық болса бәрі болады. Қанша өмір қалғанын білмеймін. Өлуге асыққан едім, қазір ол ой тоқтады. Бір миссия бар дейді ғой, сол миссияны тауып өмір сүргім келеді. И очень важная вещь, то, что может я вру, но я не вру. То есть я тем самым это дает мне силы работать. Я просто стала многие вещи проще относиться. Біреулер өздерінің оқиғаларын айтып жатса, былай сверху қараймын, да, с поверхности. То есть о чем она говорит и о чем кричит ее душа. То есть и стараюсь, если адам бара жатса, тоқтатуға, а если өзін төмендетіп жер қылып жатса, көтеруге. Имею ли на это право? Хоть словом помочь, энергией помочь. Даже если не просили, не надо деп айтады ғой. Мен ойлаймын, надо. Өйткені өзіме сондай керек кезде мен тапқанмын сондай адамдарды. Сол үшін надеюсь, что было полезно.
Мен просто ойлаймын, еркектер бар ғой, балдар, қыздарды сыйлаңыздаршы. И бірінші кезекте әйелдеріңіз болу керек. Өмір қысқа да просто. Делать, совершать справедливость деген понравилось мне. Вот